ол ешкімді үгіттемейді. Ойнаш барып ойнамасаң өлесің деп ешкім айтпайды ғой. И адамдардың тупо кінәсіз адамдарды жазғыратынына таң қаламын да. Ол нәрсені бір блогер тоқтата ма, екіншісі бастайды, екіншісі тоқтата ма, үшіншісі бастайды. Ешкімге адам өзі бірінші түсіну керек, что оңай ақша өмірде жоқ екендігін. Адам жұмыс істеу керек, тер төгу керек деген сияқты. А казиноны кімдер ойнайды, кімдер алданады? Жаңағы тез сондай нәрсеге құмар адамдар істейді, өздері алданады, өздері жылайды, содан кейін кінәлайтын адам іздейді. Кім кінәлі? Реклама жасаған блогер кінәлі. А то, что өзі жұмыс істегісі келмей, жай ойын ойнап ақша табамын деп ойнағаны, это типа не его вина, да? Так, Айгүлді жақтап біраз қолдау таптың ба дейді. Мен андай ғой, маған біраз адам жазыпты да, типа сен мис кезінде Заринаны қолдадың ғой, чтобы Заринаның фанаттары бір бәле деп. Енді Айгүл жақтысам, Айгүлдің бірдеңелер, Заринаның фанаттары жазады. Ақыры сен типа хитрая, оказывается, анау мынау деп. Достар, Құдай тұр төбемде. Мен ешқашан Айгүлге болсын, Заринаға болсын өмірде барып, қастарына барып, қыздар араласайықшы, қыздар мені инстаграмдарыңа салып жіберіңіздерші деп ондай айтқан адам емеспін. Мен по факту нені көріп тұрамын, не нәрсені айту керек деп ойлап тұрамын, мен соны айтамын. И ол нәрсе үшін мен андай ғой, егер де менің түрім, характерім, жоқ түрім, бойым, мінезім осы болып, бірақ менің бойымда шамалы подхалимство болғанда, мен давным-давно бұдан да биік жерлерде болар едім, поверьте мне. Мен бойымда подхалимдік болмағаннан кейін мен всегда андай ғой, нормальный средняк состояние жүремін да. Бірақ мысалы мен вообще подхалим ондай адам емес. Мен всегда Құдайдың маған бергеніне шүкір, осынысына жетеді деп жүре беремін. А просто андай неадекватный біреулер осындай нәрсе типа біраз қолдау таптың ба деп қойды. Маған қолдау да керек емес. Мен қостанайға келген кезде ешкім мені қолдамады ғой. Сонда да мен адам да топ пошло. Ерте тұру қиын емес па? Кеш ұқсайсыңдар, еще ерте барасыңдар. Қиын. Ұйықтап қаламын. Қандай жұмыспен айналысқыңыз келеді? Мен ән жазғым келеді. Хит әндерім болған қалаймын. Өзбекстанның қазақ ауылында туғанмын. Кешірген шығар, ең алатын жұмым. Так, кім? Әсем мен опа шығар, скорее всего.